аяла анасын менімен апар бағила. Біз бүгін анам, әжем және мен байқауына қатысқалы жатырмыз. Бүгін біз сіздерге қазақтың құрағынан үлгі көрсетейік деп тұрмыз. Немерем, қызым, үшеуміз. Бұл енді ең кішкене оңай түрін алдым. Себебі немеремнің өзі қиғанына оңай болсын деп. Бұл 8 көз деген құрақтың несі. Осы жерде қазір бастап кетсек, міне 14-14-тен біркелкі симметриялы біркелкі қылып қиып аламыз. Одан кейін осыларды мына сары түрін, көк түрін, қызыл түрін екі-екіге бөлеміз. Мына төртеуіне ол 4 құлағына түсетін нәрсе, оны теспейміз. Осылардың бәрін екі-екіде орталарынан битіп қиып шығамыз. Енді құрақтардың әртүрлі ғой, 8 көзді жаңа өздеріңіз көргендей мынандай қылып тіккеннен кейін мынау алдындағы тіккенім болатын өзімнің. Құрақтың 8 көзі, спорт құрақ дейді осы құрақтың түрлері. Қызғалдақ құрақ деп жатады. Міне қызғалдақ, бұның әр түрін жасауға болады. Аққу құрақ, мына тұрған аққуды да құрақтай жасауға болады. Бұл құрақтың өзіне 54 үлкен жасансаңыз 54 төртбұрышты кубиктар кетеді. Мынау да су құрақ. Мына бір жерден тұрған су құрақ. Мыналар қазақтың оюлары ғой. Мынау тоже жаңағы 8 көздің басқа бір түрі. Қызғалдақ сияқты бір-бірінен түсіп өтіп отырады. Енді осы шағын үлгілерімізді сіздерге көрсетті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қазағымыздың салт дәстүрі жоғалмасын. Осы жастарымыз